Екі кештің ортасында апақ-сапақ уақытта Мағжан үйге ентіге жүгіріп кірді. Кіре берісте оны анасы қолынан тартып қалды. Есің дұрыс па сен баланың? Қанша айтам саған, үйге қарай жүгірме деді. Мама, жолдас көкелер көшеді екен. Қалаға көшіп жатырмыз. Ертең жүк тасуға көмекке кел деді маған, деп Мағжан асыға сөйледі. Иә, көшкелі жатқан. Дәл ертең кетеді ме екен? Иә, солай деді. Үйін сатып алған кісілер ертерек үйге кіреміз депті. Дұрыс болыпты. Жақсылықтың ерте кеші жоқ. Бұйырғаны сол екен да, деп анасы өз тірлігіне кірісті. Ал Мағжан жаңалықты тезірек үй ішіне айту үшін төргі бөлмеге зып етті. Мағжан ер жетсе де әжесінің бауырына тығылғанды ұнатады. Әдетінше, әжесінің мойнынан құшақтап, бір еркелеп алды да жаңалықты жеткізіп жатты. Таң атысымен көрші үйде қарбалас басталып кетті. Үлкен жүк көлігі келіп, көршінің 3-4 жігіттері көмектесіп апыр-топыр болды. Үлкендер сәкіде бақылап әңгімелесіп отыр. Таяғын сүйретіп, Мағжанның әжесі Балзия әжей де келді. Барлық жүк тиеліп болған соң Балзия әжей батасын берді. Ақ жол тіледі. Көршілермен қимай қоштасып, есікке үлкен қара құлыпты салды да, олар жүріп кетті. Бәрінің көкейінде бір сұрақ. Бұл үйге кім көшіп келеді? Арада 2 күн өткен соң көрші үйдің жаңа қожайыны келді. Мес қарымдау үлкен кісі екен. Жаңа қонысын ары-бері айналып көріп жүрді де, шарбақтан өтіп Мағжанның үйіне аяңдады. Жайдары кісі екен. Үй іші тез-ақ сөйлесіп кетті. Әсіресе Балзия әжеймен сөйлесіп ұзақ отырды. Айтуынша, ертең адам жалдап, үйде кішігірім құрылыс жүргізеді екен. Іші сыртын өзгертіп, содан соң көшіп келеді екен. Үй ішімен толық танысқан мес қарынды жаңа көрші Мағжанның әкесін сұрады. Осы тұста бәрі тым-тырыс бола қалды. Балзия әжей көзіне жас алып, 2 көктем бұрын ұлынан айырылып қалғанын айтты. 1 жылдан соң үлкен немересін үйлендіріп, үйдің бір ауыртпалығын соның мойнына артқанын айтты. Ұзақ әңгімеден соң жаңа көрші қайтуға ыңғайланды. Сержан, яғни Мағжанның ағасы, көршіні шығарып салды. Ертеңіне бір топ құрылысшылар көрші үйдің астан-кестеңін шығарды. Шатырына дейін алып тастады. 2 беті өткен соң көршінің үйі ауылдағы ең биік үй болып шыға келді. Оны көрген Мағжан зәулім үйдің жанындағы кепедей болып қалған өз үйіне қарады да тұнжырап қалды. Іштей тезірек ер жетіп, жұмыс істеп, мен де үйді өзгертемін. Жоқ, мүлде жаңа үй соғамын. Көршінің үйінен де биік етіп деп ойлады. Шіркін бала қиялы шексіз емес пе? Солай армандап жатып, көзі ұйқыға кетті. Жазғы демалысқа шыққалы ұйқыны жақсы көріп жүр. Таңертең ерте тұрғысы келмейді. Әдеттегідей емес, бірақ бүгін ерте тұрды. Көрші үйге жаңа үй иелері көшіп келді. Өз көзіне өзі сенбей қалды. 2 жүк көлігімен келіпті. Көрші қолған қолғабыс етіп жүктерді түсіріп алды. Мағжан өмірінде мұндай жиһаздарды қолмен ұстап көрген емес, тек теледидардан болмаса. Көршінің үйі шағын ғана отбасы екен. Үй иесі мес қарын мен сызылған бәйбішесі, ұлы мен қызы ғана. Бәрі ауыл адамдарына таңырқап қарап тұр. Тек бәйбіше ғана шекесі тырысып, көңіл күйсіз, өзімен өзі күбірлеп жүр. Мес қарын оған көңіл аударар емес. Сонымен апыр-топыр басылып, барлығы үйіне қайтты. Маржан артына жалтақтап, біраз жүргісі келіп еді, Сержан желкелегенде ертіп кетті. Екеуі егістікке кетті. Егістікте күні бойы Мағжан көрші қызды ойлаумен болды. Өзі менімен қатар оқитын сияқты, біздің сыныпқа келсе екен деп іште армандады. Егістіктен қайтқан Мағжан көршінің сары қызын ойлаумен болды. Кешке сілесі қатып шаршап, титықтап үйге жетсе де, мойнын бұрып көршінің үйіне көз салды. Жаңа көшіп келген үй бір жетсіз жиналмайды емес пе? Үйдің жан-жағы әлі толық жинала қоймапты. Бірақ жан баласы көрінбейді. Сірә кешкі астарын ішіп отырған болар. Мағжан үйге кіріп, кешкі асын ішер-ішпес қисайып, көзі ұйқыға кетті. Осылай бір жеті егістікте жұмыс істеді. Таңертең желкелеп ағасы алып кетеді. Кешке сілейіп құлайды. Әйтеуір егістіктің жұмысы да аяқталды-ау. Енді емін-еркін жүріп тұрады. Таңғы шайларын ішіп отырғаны сол, біреу есікті әлсіз қақты да кіріп келді. Бәрі жалт қарады. Көршінің сары қызы.
Апай, қалдарыңыз қалай? Мамам аз ғана ұн сұрап еді. Дүкен әлі ашылмапты. Иә, қарағым, қазір беремін деп Маржанның анасы Зәуре орнынан қозғалды. Анасы келгенше үйдің еркесі Балжан сары қызбен сөйлесіп тұрды. Неге екені белгісіз Сержан көршінің қызын жақтыртпады. Қып-қысқа көйлек киіп алып, мына жүрісіне дардай қыз болды. Шашын жинаса қайтеді, деді ішінен. Мағжан сары қыз кеткен соң Балжанды шақырды да қыздың есімін сұрады. Оның аты Алия деп жымыңдады. Алия деп қайталады ішінен. Нешіншіге көшіпті? Сенмен бірге оқиды екен, деді. Жерден 7 қоян тапқандай Мағжан қуанып кетті. Мағжан күн ұзаққа қуанып жүрді. Ара тұра мойнын созып көршінің үйіне қарап қояды. Бір кезде жеңгесі шақырды. Сұлу жігіт, сені апам шақырып жатыр. Қазір, деген Мағжан көршінің үйіне жалтақтап үйге аяңдады. Мағжантай, жаңа көшіп келген көрші үйдің иесі Сержан ағаңды шақырып еді. Ол малды өріске айдап кеткен. Сен барып біліп келші, неге шақырыпты? Мен ба? Қазір. Шашын сипалап кейін ретке келтіріп Мағжан көршінің үйіне келді. Месқарын көкеміз үйіне үлкен теледидар іліп жатыр екен. Көмекке шақырыпты. Мағжан көршінің үйінде кеш батқанша болды. Майда шүйде тірлігіне қолғабыс етіп, кешкі асын ішіп бірақ қайтты. Көңіл күйі көтеріңкі. Әлиямен тілдесіп те үлгеріпті. Жақсы қыз сияқты. Тек киінісі біраз ерсілеу сияқты. Киетіні тек қысқа етекті көйлек не белдемше. Саны көрінетін балақсыз шалбар. Мүсінін көрсететін тырсиған кофталар. Мағжанның көзіне мұның бәрі ерсі көрінді. Үйінде тіпті ауылда қыздар мұндай киім кимейді. Десе де Әлия өте сұлу қыз екен, деп ойлады ішінен. Сол күннен бастап екеу достасып кетті. Жазғы демалыс аяқталып, мектеп басталғалы да бір жеті өтті. Әлия Мағжанды қалағандай сыныбына емес, параллель сыныпқа қабылдады. Мағжанның көңілі де құлады. Сол сыныпта ауысам деп сұранып көрмекші болды. Бірақ үйренген өз сыныбында қимайды. Уақыт өте бұған да үйренді. Бірақ мектепке бірге барып бірге келеді. Әлия мектепке келгеннен оны ешкім ұната қоймады. Мұғалімдер тарапынан 2 рет ескертпе де алып үлгерді. Барлығы осы киім киісінің себебінен. Ал ата-анасы бұған онша мән бермейтін. Бәлкім қалада өскеннен болар. Әлия мектепте сабақ үлгерімі де нашар қыз болып шықты. Оны 1-ші тоқсан аяқталғанда табель тарқатқанда білді сыныптастары. Кілең 3-тік бағалар. Мағжан аздап ойланып қалды. О тоба, қыз баласы да сабақты осылай оқи ме екен? Тіпті біздің сыныпта жігіттер олай кілең 3-пен оқымайды ғой, деді ішінен. Бір күні сабақтан қайтарда Әлия. Мағжан, осы сендердің ауылдарында дискотека, вечеринка дегендер болмайды ма? Қалай зерікпейсіңдер, деп күлімдеді. Неге олай дейсің? Болады бізде де. Тек мереке күндері. Мектепте іс-шаралардан соң. Ой, оны айтпаймын. Өздерің неге ұйымдастырмайсыңдар? Енді оған біз қалада әр сенбі күні клубқа барамыз. Тіпті жас таңдамай кіргізе береді. Ауылда клуб жоқ қой. Вечерді тек үйде жасаймыз. Үйде? Ха-ха-ха, ішім-ай. Үйде вечер бола ма екен? Мағжан қипалақтап ұялып қалды. Ауылдарым тым зергерлік екен. Қаладағы достарымды сағындым деп телефонын ала бергенде қалтасынан сырғып темекі қорабы жерге түсті. Мағжан бақырайып жерден көзін алмай тұрып қалды. Ешкімге жақ ашпа. Мектептегі мұғалімдердің білсе, тағы жыныма тиіп жиналысқа салады. Сонда сен темекі тартасың ба? Иә, онда тұрған не бар? Сен жігіт боп тарта алмайсың ба не? Мағжан басын қасып үнсіз жүріп келеді. Үйде тіпті ағасының темекі шеккенін көрмеген оған Әлияның темекі шеккені тым ерсі көрінді. Осылай күндер өтіп, жаңа жыл мерекесі де жақындады. Барлығы мектепте өтетін мерекелік іс-шараға дайындалса, Әлия қаладағы достарының вечеринкасына қызу дайындықта еді. Әлия дәл мерекелік іс-шара болатын күні мектепке келмеді. Оның сомдайтын рөлі болмағандықтан ешкім елеңдей қоймады. Тек Мағжан ғана алаңдап есікке қарай береді. Үйіне барып келейін десе, мектеппен арасы 30 минуттық жер. Мереке басталып та кетті. Іс-шара өте қызықты өтті. Бірақ Әлия сол күйі келмеді. Әлия сол күні үйіне де қонбай шықты. Түнделетіп анасы Мағжанның үйінің есігін қақты.
Мағжантай, мереке қалай өтті? Жақсы, апай. Бірақ Әлия келмеді ғой. Не? Ол мектепке кетіп еді, содан келмеді ғой. Мен сендерді әрмен қарай тойлатып, бір үйде отырған болар десем. Жоқ, апай. Біздің іс-шарамыз аяқталып, үйіне тарап кетті оқушылар. Бірақ Әлияны таңнан бері көрмедім. Қалай сонда? Ол мектептегі жаңа жыл кешіне кеттім деп кетіп еді. Әй, оңбаған қыз, тағы алдап кетті ме? Бұл қыз қашан адам болар екен, деп өз-өзімен сөйлесіп көрші апай шығып кетті. Мағжан ойланып тұрып қалды. Қатты шаршағандықтан жатып ұйықтады. Сойқан ертеңіне басталды. Әлия мектепке кеттім деп қаладағы достарына кетіпті. Сол жақта кешкі кездесу ұйымдастырып, Әлияның орталарына қайта оралғанын тойлап ішімдік ішіпті. Бәрі қызып алып, көшеге шығып шулап жүрген жерінен милиция алып кеткен. Таңға дейін бөлімшеде болып, таң ата есін жиған соң барып, кім екендерін айтып, ата-анасына хабарлаған. Таң атысымен әкесі барып алып келіпті. Көрші үйде айқай-шу болып жатыр. Қыздың тәрбиесіне анасын кінәлаған әкесінің ащы даусы. Шектеу қоя білмеген үшін әкесі кінәлаған ананың жыларман даусы. Бәрінен шаршадым, өз бетімше өмір сүргім келеді, қалаға кетемін деген қыздың даусы. Айғай-шу сабырсыған кезде Мағжан көршінің ауласына көз салды. Ешкім көрінбейді, тым-тырыс. 3-ші тоқсан басталғанға дейін Әлия мүлдем көрінбеді. Әкесі оны шалғайдағы атасының үйіне демалысқа жіберіпті. Оқу басталардан бір күн бұрын әкесі алып келді. Әлияның түрі солғын, мектепке де созақ барып келеді. Ешкіммен сөйлеспейді, сабаққа да құштарлығы жоқ. Тек барып келіп уақыт өткізеді. Әлияның анасы бір көңілсіздік боларын сезіп, Әлияны отырып тұрса да, ізінен қалмай бақылап жүрді. Ондағы ойы қызы тағы кетіп қалады ма деген уайым. Бірақ Әлияның бір жаққа баруға, тіпті қалаға достарына баруға зауқы жоқ. Бір түрлі жүрегі айнып, бас айналып, мазасы кетіп, ұйқысы қыса берді. Әлияның осылай жүргеніне 2-7 болған кезде анасы қызының бойынан ерекшелікті байқай бастады. Не дегенмен ана емес пе, перзентін жамандыққа қимайды. Әлиямен отырып ашық сөйлеспекші болды. Сабақтан келуін күтіп отырды. Бірақ Әлия бүгін кешікті. Түс ауып кетті. Ол әлі жоқ. Анасы тағы Мағжаннан сұрамаққа көршінің үйіне беттеді. Мағжан есік алдында үй тірлігіне ағасына көмектесіп отыр екен. Мағжантай, қалың қалай? Саламатсыз ба, апай қалайсыз? Жақсы, сабақтарын қашан аяқталып еді? Біздің Әлия кешікті ғой. Білмедім. Ол 2 сабақтан соң мазам болмай тұр деп сұранып кеткен. Бірақ үйге келмеді ғой, деп анасы бұрылып үйіне кетті. Мағжан Әлияның жүріс-тұрысының жақсы еместігін білгеннен ақ іргесін аулақ салған болатын. Қайда жүр екен, деп ойлайды, тірлігін істеп жүре берді. Әлияның анасы оқушылардан, қала берді ауыл адамдарынан сұрастыра келе, соңғы рет көрген адамның айтуы бойынша ауыл шетіндегі үлкен каналға келді. Каналдың арғы бетінде талдың көлеңкесінде Әлия жалғыз өзі отыр. Анасы бір аяқ көпірмен өтіп жанына келді. Әлия осындай екені тіпті жақсы болды. Сөйлесуге қолайлы жер. Жанына келіп біраз үнсіз отырды. Мама, бүгін мектепте басым айналып құлап қалдым. Мектеп медбикесі менің аяғым ауыр екенін айтты, деп қойып қалды. Бір сұмдықтың боларын сезіп жүрген анасы, тағы кім білді? Ешкім. Маған сізді ертіп кел деп жіберіп еді. Мектепке әлі бармадым, деп бетін басып жылап жіберді. Ол кім? Деді анасы Әлияның бетін өзіне қаратып. Қаладағы досым. Жүр үйге, ертең қалаға барамыз. Енді қаладағы достарыңды ұмыт. Дәрігерге барып баланы алдырып тастаймыз. Мама, кешірші мені. Тұр орныңнан. Қызын сүйрелеген болып үйіне алып қайтты. Әлияның анасына қарсыласуға шамасы болмады. Бүгін таңнан бері іші бүріп ауырып, төмен тартып қатты қысып еді. Анасына айтуға қорқып жүр. Ертесіне Әлия анасы екеуі таң атпай қалаға кетті. Тіпті әкесіне де ескертпеді. Қала 3 сағаттық жер. Қаладағы өзінің таныс гинекологына жазылды. Кезегі келіп екеуі бірге кірді. Әлия барлығын айна қатесіз айтып берді. Ешқандай зорлық-зомбылықсыз өз еркімен болған жағдай екен. Анасы бетін басып біраз отырды да, қалайда баладан құтылмасқа болмайды деді.
Дәрігер Әлияны толық тексеруден өткізді. Расымен де баланы алдырмаса болмайтын болып шықты. Себебі Әлия небәрі 9-шы сынып оқиды. Оның үстіне оның жатыры дамымаған деп көрсетті тексеріс нәтижесі. Әлияны 2 күнге ем алсын деп тастап, анасы ауылға қайтты. Үйге келген соң әкесіне де еш нәрсе білдірместен мектепке барып медбикемен сөйлесті. Оны көндіруге оңай болмады. Барлығын өз мойнына аламын. Баланы алдыртып тастадым. Тек сіз ешкімге білдірмесеңіз болғаны, деді. Тіпті ауыз бастыртып та берді. Үйге келген соң әкесі Әлияның мазасы кетіп, ауруханаға жатқызып келдім деп өтірік айтты. Оған не болды? Біраздан бері Әлия көңілсіз жүр. Иә, бүйрегі суықтапты. 2-3 күн ем алмаса болмайды, деді врачтар. Жақсы болыпты онда. Мектебіне ескерттің бе? Деді әкесі. Иә, жолай кіріп айтып кеттім. Осымен әңгіме аяқталып, әркім өз шаруасына кетті. 3 күннен соң Әлия ауылға келді. Сабаққа да барып, түк болмағандай баяғы жүрісіне басты. Әлия баланы алдырып келгеннен соң, бойындағы үрейден арылып, баяғы күйін кешіп шертіп бастады. Сол баяғы темекі, сол баяғы ашық-шашық киім, сол баяғы қыдырыс. Анасы оның былықтарын әкесі мен мектеп ұжымынан жасырумен әлек. Кейде тіпті қыз екеуі қатты ұрсысып қалады. Жүгенсіз кеткен қызының мына әрекеттерінен тойған ана басын қай тасқа ұрарын білмей дал болады. Оны түсініп жатқан қыз болса бір сәрі. Тек өз дегенімен жүруді әдетке айналдырған ол, бара-бара ата-анасы тұрмақ, мектептегі қатаң ережелерді де көз келмейтін болды. Қай тұста қателік жасадым? Қызымызға қалай дұрыс тәрбие бере алмадық? Басқа бауырлары мұндай емес қой, деген ішкі ойы анасын жегідей жеді. Не шара, қолдарынан келмейді. Солай көктем де өтіп, жадыраған жаз келе жатыр. Оқушылардың демалысқа шығуына санаулы күндер қалды. Бұл аралықта Әлия мектепте аты шулы қызға айналып үлгерді. Тіпті мектептен шығармақшы да болды. Оны тек әкесінің абыройы мен ақшасы ғана құтқарып жүрді. Оқу жылы аяқталар шақта мамырдың мамыражай күнінде оқушылар көкке шығып, демалыс күндерін қызықты өткізуге жоспар құрды. Оңтүстікте көктемнің соңғы айларында ауа райы тым қатты ысып кеткендіктен, оқушылар көкке шығатын күні каналға шомылуды ұйымдастырды. Әрине сынып жетекшілері де бірге баратын болды. Әсіресе асыға күткен соңғы қоңырауда соғылды. Оқушылар 3 айлық демалысқа шықты. Бәрінің қуанышында шек жоқ. Ал Әлия бұл қоңырау шынымен де соңғысы екенін өзі сезіп білмеді. Асыға күткен жазғы демалыста келді. Оқушылар соңғы қоңырауды соқты да мектеппен уақытша қоштасты. 9-шы сыныпта аяқтаған соң куәлік оқуға кеткендер де болды. Бірақ басым бөлігі мектепте қалды. Сынып жетекшісі Әлияны куәлікпен мектептен кетуге қанша үгіттесе де бір беткей қызды көндіре алмады. Мамырдың соңғы күніне белгіленген көктемгі демалыс планын оқушылар күнде сөйлесіп талқылайды. Бірақ сыныптағы қыздар бұл демалысқа Әлияны қосқысы келмеді. Тек жігіттер ғана қарсы емес. Оны елейтін Әлия ма? Алдымен сол дайындалды. Таңертең барлығы мектепке жиналды. Сынып жетекшілері кішігірім жүк көлігін жалдапты. Барлығы орналасып демалысқа қырға кетті. Түске дейін қыздар кезектесіп тамақ жасап, жігіттер жағы ойын алаңдарын жасап, күн көңілді өтіп жатты. Түскі астарын ішіп болған соң екіге бөлініп волейбол ойнайын десе, Әлия жоқ. Сынып жетекшісі келгеннен бері бақылап жүреді. Қайда кетуі мүмкін, мына жазық далада, деп ойлады сыныптастары. Сыныптың старостасы мұрнын тыржитып, тағы Әлияның әлегі ме? Айттым сол қызды қоспай-ақ қояйық деді. Олай деме, жүрген шығар осы маңда, деп Мағжан оның сөзін сөйледі. Көршің болған соң сөзін сөйлеп жатсың ба? Деп жігіттер тырқылдай күлді. Ұялып қалған Мағжан ақталып әлек. Бір кезде сай жақтан Әлияның бейнесі көрінді. Мұғалімнің көңілі енді орнына түсті. Әлияның айтуынша қызғалдақ теріп жүріп алыстап кетіпті. Оқушылар біраз ойнаған соң түс ауа ауыл шетіне каналға жиналды. Қыздар қауымы жүзе алмаймыз деп шомылудан бас тартты. Тек Әлия ғана жігіттермен бірге каналға түсті. Негізі Әлия да жүзуді білмейтін. Ол қыздарға ерегісіп суға түсті. Алғашында жағада ғана жүрген ол
балаларға еліктеп каналдың орта тұсына бармақшы болды. Судың астында аяғының ұшымен жүрген ол су тура алқымына келгенде сескеніп артқа қайтпақшы болды. Сол кезде қатты толқын келіп, бірден ағызып әкетті. Дауысы шықпай судан басы бір шығып, бір батып, демалысы қиындай бастады. Оны байқаған Мағжан жан ұшыра айғайлап, балаларды көмекке шақырды. Жағада отырған қыздар орындарынан атып тұрып, айғайлай жөнелді. Сынып жетекшісі шаруалармен ауылға қайтып кетіп еді. Қыздар жағада қорыққандарынан бақырып-шақырып, у-шу болып жатыр. Мағжан мен тағы бір жігіт каналдың жағасына шығып, ұзақтағы жалғыз аяқ көпірге жүгірді. Әлияны сол жерден ұстап қалмақшы. Басқа балалар артынан жүзіп келе жатыр, бірақ Әлияға жете алар емес. Көпірдің екі шетінен еңкейіп тұрған Мағжандар Әлия жақындағанда қолымен тартып ұстады да жағаға итерді. Екеуінің әлі келер емес. Осы кезде артында келе жатқан балалар да жүзіп келіп үлгерді. Барлығы жабылып, Әлияны жағаға алып шықты. Қатты әлсіреген қыз әлсін-әлсін жөтеліп, қақалып, шашалып су құсып жатыр. Бұл кезде мұғалімге де хабар жетіп үлгерген еді. Көлікпен жеткен мұғалім Әлияны құшақтап жылап жіберді. Әлия аман сау, тек аздап шошынып қалған. Суыт хабар жерде жатады ма? Бүкіл ауыл канал жағасына келіпті. Әлияның анасы да екі өкпесін қолына алып жетіпті. Жыларман халде. Қызын құшақтап біраз отырды. Әлия қорыққаны басылмай әлі дірілдеп отыр. Ауруханаға апарып көрсетпесе болмайды. Өкпесіне су кетіп қалса болмайды, деді бір кісі. Әлияны көлікке салып, мұғалім мен анасы алып кетті. Кетерде мұғалім оқушыларды үйлеріне қайтарып кетті. Оқушылар демалыс күнінің қайғылы аяқталып, кетерінен қорқып, айдың күнінің аманында үйлеріне қайтты. Бұл оқиға сынып жетекшіге үлкен сын алып келді. Тіпті Әлияның әкесі мұғалімді жұмыстан шығаруын талап етті. Бірақ барлығы мұғалімнің сөзін сөйлеп, барлығына Әлияның өзі кінәлі екенін ортаға салды. Мектеп ұжымы Әлия мен Әлияның ата-анасы арасында жиналыс өте көп болды. Әкесі тіпті ашуын баса алмай, бүкіл мектепті сынға алды. Осылай жағдай ушыққан соң сынып жетекшісі жиналыста Әлияны мектепке келген күннен бастап-ақ барлық олқылықтарын тізіп жайып салды. Бір ретте аборт жасатқанын естігенде әкесі тұрған орнынан қозғала алмай қалды. Ештеңе деместен шығып кетті. Жиналыс солай аяқсыз тарқады. Жаздың алғашқы күндерінде ұяттан өртенген месқарын көрші ешкімге ештеңе айтпастан көшіп кетті. Тіпті қайда көшкендерін де айтпады. Солай жап-жаңа, биік, әрі өте әдемі болып жөндеу көрген үй бір жыл болар болмас қаңырап бос қалды. Жүгенсіз кеткен қыздың ессіз қылықтарын ата-ананы көрге тыққанымен бірдей болған еді. Шыдай алмаған әкесі шынымен де намыстанды ма, әлде абыройына нұқсан келеді деді ме, әйтеуір бір түнде көшіп кетті. Мағжан кеше ғана біздің үйден де әдемі болып кетті деп қызығып жүрген үй осылай қаңырап қалды. Оның да ойында бір ғана сұрақ: